Ассалаумағалейкум ағайын. Осы 2-3 күннен бері қарай анып-ызы туралы өзімнің әлеуметтік желіме бірнеше видеоларды, заңсыздықтарды салып келе жатқан жүрмін. Енді соған орай бірнеше адамдар осы анып-ызыда жұмыс жасаған, менің мына артында тұрған базыда грузчик болып жұмыс жасаған Мереке деген бауырымызда қазір өзінде белгілеймін. Бірнеше заңсыздықтарды заңсыз сақтап отырған қаланың қақ ортасында Әуезов көшесінде міне күкірт ашық аспан күкірт сақталып отырғандығы туралы хабарлар келіп түсті. Координатысымен бір адрестері барлығы. Енді ол туралы кеше қоғамдық тыңдауда да осы Әмөздің бас генеральный директоры Жусанбаев мырзаның өзінше де айттым. Ол видеоны да қазір осы монтаждап, тіркеп, осы видеоның астына саламын. Енді бүгін бірнеше депутаттар бар. Және экология комиссиясының төрағасы Арман Хайруллин, қалалық мәслихат депутаттары Өтеміс ағамыз, Юра депутат, және экология департаментінің басшысы Ерлан мырза, және қаламгер журналистер Нұрислам Құспанғали, әрі өзіміздің саламат ініміз бірнеше азамат болып келіп осы жерге дрон ұшырып, көзіміз жеткендей болып жатыр. Енді заңды түрде осының тексеріп беруін өтініп, біз экология департаментіне өзіміздің тарапымыздан арыз түсірдік. Күкірт қайда? Күкірт мына біздің, менің мына жақта тұрған мына базы анып-ызы. Осының ішінде ар жағында шашылып, төгіліп жатқанында бар, жинақтап қойғанында бар. Және нақты дәлел сол жерде грузчик болып қызмет істеген Мереке бауырымның сөздері менде мына телефонымда толық сақтаулы тұр. Қазір арнайы дрон ұшырылған видео дәлелдерді, кешегі қоғамдық тыңдауда айтқан сөздерімді барлығын осы видеоға саламын. Бейжай қарамайық. Өзіміздің өміріміз өз қолымызда, бізді улауға рұқсат бермейік ағайын. Бұлай ғой, жаңа Арекең біраз нәрсені көрсетті. Ол бәріміз білетін, мұрнымызбен, өзіміз денсаулығымызбен сезініп жүр. Ауа ортақ, су ортақ. Сондықтан да мына жерде 2026 жыл келіп қалып, жандарыңыз мұрнының ұшында асығыссыздар білем дегенменен әуелі жаңа технологияларды орнатып алмай, ешқандай да 10 жыл тұрмақ, 5 жыл рұқсат сұрауға да қақы жоқ деп ойлаймыз. Сол бір екіншіден сұрақ. Мына жерде кеше осы тақырыпты бастап көтергенімнен анып-ызыда кезінде жұмыс жасаған, қазір жұмыс жасайтын грузчик жігіттер шығып жатыр. Мына Әуезов көшесінің бойында жасырын түрде бір база бар. Маған координатасын бәрін жіберді, дәлелді мұнда бүткіл дәлелдерім бар. Осыған сіздер апарып көрсетсеңіздер, күкірт сақтап отыр екенсіздер, және ол жасырын. Оны күніне 57.000 теңгеден ақша алып, сол жерде грузчик жігіттер айтып, сол жерде егерде ол өтірік десеңіздер, менде координаты бар, бір-екі құзырлы орган мекемесінің адамдарын алайық, депутаттарды алайық, сол базалар қарайық. Өйткені ол жерде экология департамент басшысы отыр, Ерлан мырза. Өйткені ол жерде жаңбыр жауса, күкірт белгілі, бір күні көзіміз сығырайып ұйықтап тұрмай қаламыз біз, өлген қойдың көзі ұқсап. Сондықтан да ана беті қалай болса солай ашық жатыр, тек бетін білдірмеу үшін тоқ-тоқ сеткілермен жауып қойған деп дәлелді суреттерді барлығы менде мұнда тұр. Осы Ғалике, сіз өте жабық адамсыз. Мен сізге осы мәселемен алдында да естігеннен, қаңқыл әңгіме басталғаннан осы мәселемен шықтым білген, әлеуметтік желіден де таба алмадым, жеке нөміріңізді де көтеремін. Енді кеше дәлелді түрде суреттермен бәрі келіп жатқаннан кейін, бұл бір күні бәріміз оянбай қаламыз. Өзіміз жан дүниемізбен сезініп жүрік қазір. Атыраудың қандай лас екенін. Осыған жауап берсеңіздер, және мына хаттамаға да енгізсеңіздер. Рахмет, сұрағыңызға 1 минут.